Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода 2023 жылы Pinduoduo сайтына қалай тіркелеміз, сол туралы айтатын боламын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, менің жаңа видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Жалпы Pinduoduo сайты бұл сіз қалаған тауарыңызға Қазақстан бағасынан 4-5 есе арзан бағада товарлар заказ бере аласыз. Және де бұл сайтқа тіркелу үшін сізге паспорт қажет емес, кез келген Қазақстан карточкасымен тапсырыс беріп алдыра бересіз. Кез келген адам бұл сайтты тез үйреніп кетеді. Ешқандай қиындығы жоқ. Кеттік. Мына жерде Chrome деген браузерге кіріп жазасыздар. Ағылшынша. app. Мінекей. Осыны жазып іздейсіздер. Міне мына тұрған басып, осы жерде перевод жасасаңыздар болады, осы русский. Осы жерде мына тұрғанды бассаңыздар, сіздерде сары тұр ғой, соны бассаңыздар болады. Менде бұл жерде бұл номер уже скачивать етіп алғаннан кейін, қайтадан скачать етесің бе деп сұрап тұр. Сіздерде установить немесе скачать деп шығады. Соны басасыздар. Скачать еткен документті мой файлдың ішінен кіріп, загрузкидің ішінен тауып установить дегенді басасыздар. Осындай терезе окошко шығады. Жасылдың үстінен басасыз. И мына көк жазудың үстінен басасыз. Сізде осындай окошко шығуы мүмкін. Егер сізде мына жерде негізі әрбір мемлекеттің кодтары жазылған окошко шығу керек. Егер сізде дәл осындай окошко шығып тұратын болса, телефоныңызды өшіріп қайтадан қоссаңыз, сізге жаңағы барлық мемлекеттердің кодтары шығады. Немесе жаңағы жерден қайтадан артқа қарай қайтып, Pinduoduo сайтына қайтадан кіріп, қайтадан осылай нетсеңіз, сізде осы жерде шығуы мүмкін. Қайта попытка жасап көре беріңіз. Сізде мүмкін телефоныңызды өшіріп қайтадан қоспай-ақ шығуы мүмкін. Ол әркімде әрқалай. Кейбіреуде бірден шығады, кейбіреулерде солай қайта артқа қарай шығып, қайтадан кірген кезде шығады, кейбіреуінде телефоныңызды өшіріп қайтадан қосқан кезде шығады. Телефонымды өшіріп қайтадан қостым. Енді кіріп көреміз. Pinduoduoның үстін басамыз. Енді мына жерде көк жазу мінекей шықты, көрдіңіздер ме? Енді осы жерде мына тұрғанды басамыз. F буквасы бар сияқты неге. Жазудың үстіне. Сізде мемлекеттердің кодтардың тізімі шығады. Соның ішінде именно біздің код +7 дегенді табамыз, мінекей осы. Бұдан басқа кодты таңдамаймыз. Именно осы +7-ні таңдаймыз. +7 ары қарай біздің қандай нөмірмен тіркелесіз, сол нөмірді жазасыз. Мысалы, менің нөмірім мінекей. Осы нөмірмен тіркелеміз. И мына қызыл кнопканың үстінен басамыз. Сізге телефоныңызға код келеді, сол кодты осы жерге тереміз. Мінекей. Мінекей. Сіз Pinduoduo сайтына тіркелдіңіз. Егер код келмесе, соның астыңғы жағында повторить попытку деген сол үстінен басасыз. Астында кнопка тұрады бір жақ бұрышында, соны бассаңыз шығады. Мінекей Pinduoduo сайтына кірдік. Енді тұрғандар смайлик несі бар, сурет бар, соны бассаңыз, мінекей, жаңа мен терген номер. Сіз сайтқа тіркелдіңіз. Мысалы, сіздерде код келмеуі мүмкін. Pinduoduo сайтында Beeline, Altel, Tele2 нөмірлерінде тез келеді код. Мысалы, бағаны маған тез келді. Егер актив немесе iPhone болса, сіздерде кодтың келуі қиындау болуы мүмкін. Ол кезде қайта кодты сұрата беріңіздер.
ана жерде секундта жүріп отырады, сол секунд біткен кезде қайта баса беріңіздер. Немесе бір күн өткеннен кейін қайтадан қайталап нетсеңіз де болады. Міндетті түрде тіркелесіздер. Сіздер енді регистрация жасап болдыңыздар, жоғарыда нөмірлеріңіз шығып тұр, значит сіздер регистрация сәтті өтті. Енді келесі сіздерге банк картасын енгізу керек. Банк картасын енгізу үшін сіздер мына кнопканы басасыздар. Кез келген Қазақстанның Gold болсын, Халық банк карточкасы болсын, кез келген банкты теребесеңіз болады. Мінекей. Сіздер мысалы мынандай шығуы мүмкін. Сіздер ең соңына ең астына түссеңіздер, мінекей Visa, MasterCard деген тұр. Сол жерде сіздің өзіңіздің карточкаңыздың алдында тұрған 16 санды енгізесіз. Енгізіп болған соң қызыл кнопканы басамыз. Осы окошкада жоғарыда тұрған визаның астында аты жөніңіз ағылшынша әріптермен, срок годность карточканың алдында тұрады, прям жазылып, и артында тұрған 3 санды жазасыз. Карточканың соңғы 3 санды емес, именно карточканың артындағы 3 санды жазатын боласыз. Қызыл кнопканы басқаннан кейін сіздерде осындай төлем кодын сұрайтын окошка шығады. Осы жердегі сіз код күтпейсіз. Төлем кодын өзіңіз енгізесіз, өзіңіз бір пароль сияқты ойлап табасыз. Бұны бір жерде прям жазып қойыңыздар, ертең чтобы ұмыт кетпейтіндер, прям төлем коды деп. Көп адам қателесіп осы жерде код күтіп отырады. Код күтпейміз, өзіміз код тереміз, яғни пароль. Бұл жерде кодты 2 рет тереміз. Яғни жаңа өзіңіздің ойлап тапқан пароліңізді бірінші рет бірінші окошкада, енді міне екінші рет екінші окошкада қайтадан тереміз. Картамыз тіркелді. Оны мына кнопканы басамыз. Біздің карточкамыз шығады, жаңағы біздің тіркеген. Мінекей. Осы жерде біздің карточкамыз. Міне. Біздің тіркеген карточкамыз осы. Карточкамыз сәтті тіркелді. Товарымызды таңдап, товар іздеп, сол товарымыздың бағасын қарап, отзыв қарап, соларды үйренетін боламыз. Мінекей, мынау Pinduoduo сайтының главный менюі. Мінекей. Pinduoduo сайтында товар іздеудің бірнеше жолы бар. Біріншісі мына жоғарыда тұрған мына жердегі жоғарыда тұрған мына вкладкалар бар. Осыларға басып, міне осылар бір-бірде басып шығып іздесеңіз болады. Мінекей. Аяқ киімдер, сумкалар, әйелдер киімі деген сияқты үсті болушы еді. Немесе мына жерге жоғары жағында сізге қандай зат қажет, соны жазасыздар. Мінекей. Бұл бізде қытайлық сайт. Бұл жерде тек қытайша ғана. Бұл жерге жаңағы переводчикке жазып, аударып, копировать вставить етсеңіз болады. Мысалы, переводчик бар ғой. Мына жерде мынаған детский купальник дейін, купальник. Осыны алыңызда копировать етіп, жаңағы Pinduoduo сайтына барып, жерге вставить етеміз. Вставить. Қызылды басамыз. Міне осылай бізге детский купальниктерді шығарып берді. Яндекс переводчик арқылы жаздық қой. Енді осы программаны скачать етіп, осы клавиатураны осы арқылы жерде штучканы басасыз, аудару. И осы жерде прямо копировать ставить деп отырмайсыз, прямо аудара бересіз. Мысалы, женский платье дейін. Осылай. Прямо осы жерден осылай іздесеңіздер болады. Осы клавиатураны скачать етіп алыңыз. Өте ыңғайлы. Осымен еще продавецпен сөйлессеңіз болады. Мінекей бізге осындай көйлектерді шығарып берді. Мысалы, мына көйлекті қарайық. Мінекей. Осы көйлекті қарап, астына қарай түссеңіздер,
мінекей 290 адам отзыв жазған екен. Мынаны бассаңыздар, осы көйлекке жазылған барлық отзывтар шығады. Фотомен мінекей жаңағы рубашканың жақыннан фотосы, осылай живой фотолардың бәрін көре аласыздар. Мінекей өстіп. И мынаны перевод, мысалы не жерде қытайша тұр ғой, осының бәрін перевод қылсаңыздар болады. Осы тұрған отзывтарды скриншот жасап, переводқа салып, через скриншот переводтасаңыздар болады. Немесе осылай Tap Translate деген программа бар. Осыны скачать етіп алсаңыздар, міне осы значоктың үстіне бассаңыз, осы экранда тұрғанда сізге осылай перевод жасап береді. Мінекей не жерде бәрі орысша, уже түсінікті тілде бізде көрсетіліп тұр. Осыны асықпай оқып қарап шықсаңыздар болады. Мінекей осылай отзывтардың барын оқып аламыз. Сосын артқа қарай қайтамыз. И дальше астына қарай тағы түссек, мына жерде магазинге жазылған отзывтар бар. Мінекей бассаңыз, магазинде жазылған, осы магазиннен алынған басқа товарларға да отзыв осылай сіздерге көрсетіліп тұрады. Фотомен, видеомен де жіберетіндер де бар. Осылай қарап шықсаңыздар болады. Енді келесі, мысалы, мына астына түссеңіздер, мінекей магазин рейтинг 5,5. Егер сіздер бір магазиннен киім алатын болсаңыздар, мына жерде мынаны басасыздар. Осы магазинде тағы қандай көйлектер бар. Мінекей осылай қарап шықсаңыз, осы магазиндегі тағы басқа көйлектердің түрлерін көрсетеді. Сосын дальше түссеңіздер, осы товардың состав, яғни қандай маталардан тұрады, солар туралы жазылады. Осылай товарларыңызды асықпай қарап шықсаңыздар болады. Осы көйлектің бағасын қарайық. Мінекей мына жерде 29 юаньнен 44 юаньға дейін. Мына жерде баға ол нақты баға емес. Мына қызылдың үстіне басамыз. Қызылдың үстіне бассаңыз, мінекей. Сосын размер, сізге қандай размер керек таңдайсыз. Размеріңізді продавецке жазсаңыз болады, өзіңіздің бойыңыз бен салмағыңызды. И продавец сізге қандай размер заказ беру керек екенін айтады. Мысалы, МК 85 юань. Егер сіз жай осын ғана алатын болсаңыз, ол 59 юань. Мінекей көрдіңіздер, тек рубашканы ғана алсаңыз 34 юань. 59 юань. Ал екеуін бірдей алатын болсаңыз 85 юань. Егер продавецпен сөйлескіңіз келсе, басасыз. И мына жерге жаңағы переводты пайдаланып, мінекей аудару, перевод жазу. Мына жерде жазып жібересіз. Здравствуйте. Мой рост. Қазақша жазсаңыз да болады. 150. Вес 52. Какой размер нужен десеңіз, осыны мінекей қызылды басып отправить десеңіз, сізге жауап қайтарады. Бағасын көрдік, сосын мен сізге тағы деген көрсете кетейін. Мына жерде мысалы сіздер мына суреттің үстіне бассаңыздар, мінекей осылай, мысалы мынау 34 юань, мынау 59 юань, мынау 69 юань деп сіздерге осылай көрсетіп береді. Егер сіз суреттің үстінен бүйтіп басып тұрсаңыз, осындай шығады. Бірінші тұрғанды бассаңыз, осы сурет сіздің галереяңызға сақталады. Товарды тағы қай жерден іздеуге болады. Главный менюде курсовиктің суретін бассаңыздар, сіздерде осы жерде акциядағы товарларды көрсетеді. Осының ішінде мінекей мына жерде мысалы сағат қазір 18:00-ге дейінгі акциялар, одан 20
16:00-ге дейінгі акциялар мына жерде, 18:00-ге дейін, 8-ге дейінгі акциялар. Мінекей астына түссеңіздер, тоже мінекей мынаның барлығы акциядағы. Бұның бәрі акциядағы товарлар. Осының ішінен де өзіңізге қажеттісін алсаңыз болады. Мінекей мынау нақсып екі сурет тұрады ғой. Бұл жерде, яғни бір бағаға екі товар ала аласыздар. Егер мысалынан бассаңыз, мінекей мынандайдан екеу десеңіз, мінекей көрдіңіздер ме, бағасы өзгермейді. Яғни сіз жаңағы бір бағаға екі кофта ала аласыздар. Мысалы, біз кез келген товар іздейміз ғой. Мысалы, мен женский кроссовки осыны іздеймін. И осы аяқ киім, сапалы аяқ киімді қалай таңдаймыз, қандай значоктарға мән береміз, сол туралы айта кетейін. Осы біз іздеген кезде сізде де осындай көптеген магазиндердің аяқ киімдерін шығарып береді. Бұл жерде қандай значоктарға мән береміз. В основном мінекей мына жерде мына значок бар ғой. Міне осы значок плюс-минус деген бір. Осы значок, яғни бұл качествосына гарантия береміз деген сөз. Осы значогы бар товарлардың сапасы өте жақсы болып келеді. Сосын мынандай значок, мінекей мынандай значок, бұл Пиндуа сайты тексерген магазин. Яғни бұл магазин Пиндуа сайтынан сертификат алған. Бұндай магазинден сіз товар алатын болсаңыз, тоже сапасы өте жақсы болып келеді. Сосын тағы қандай белгілер. Мінекей мына жерде тұр, міне. Мынау брендтік белгілер. Қарамен белгі. Бұл брендтік товарлар. Олардың да сапасы жақсы болып келеді. Сосын мынау тұрған, міне мынаның қасында мынау тұр ғой. Бұл Пиндуа сайты осы магазинмен спонсор. Яғни мына кроссовкидің бағасы Пиндуа сайтында 100 юань болса, 50 юань Пиндуа сайты береді. Яғни 50% жеңілдікпен ала аласыңдар деген сөз. Сосын тағы қандай белгілерге мән беру керек. Мінекей товарлар. Міне мынаған, міне осындай, мінекей. Жаңа айттым ғой, плюс-минус бар деген, мінекей мына жерде тұр. Осындай белгілері бар товарларға қарасаңыздар, сіздерге сапалы товар салып жібереді. Бұндай товарлардан негізі сіздің көңіліңіз қалмайды. Сосын жаңағындай отзывтарға қараймыз. Мысалы, мына магазинге кіріп көрейік, бренд. Отзывтар мына жерде де мінекей бар екен. Сапа, яғни товар качествосына гарантия береміз деген. 428 отзывы бар екен. Негізі 428 деген бұл аз. 11.000, 12.000 отзывтары бар магазиндерден алсаңыз, олар да жақсы болып келеді. Мысалы, жоғары жақтардан бір қарай, неке мынау 2023 жыл модель дейді. Осыны қара, неке 10.000 отзывы бар. Осындай магазиндерден алсаңыздар, сізде сапасы өте жоғары болып келеді. Сосын товар таңдаған кезде міндетті түрде үнемі отзыв қараймыз, магазинге отзыв қараймыз, товарға отзыв қараймыз, продавецпен сөйлесеміз, живой фотоларын қараймыз, видеоларын қараймыз. Міндетті түрде, чтобы сіз Қытайдан алған товарыңыздың сапасы сізге қолыңызға алған кезде көңіліңізден шығатындай. Бірінші көрген товарды алып сатып ала беруге болмайды. Міндетті түрде оны тексеруден өткізіңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Бұл видео сізге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, менің жаңа видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Келесі видеода кездескенше.